жасар немере баласымен далада келе жатып, немересінен сұрады. Анау өрмекшіні көріп тұрмысың? Не істеп жүр? Көріп тұрмын, өрмек тоқып жүр. Анау құмырсқаны көрдің бе? Көрдім. Аузында бір нанның қиқымы бар, жүгіріп кетіп барады. Жоғары қара, аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында тістеген шөбі бар. Сонда атасы айтты: олай болса шырағым, ол кішкентай жәндіктер саған өнеге. Өрмекші маса шыбынға тұзақ құрып жүр. Ұстап алып өзіне азық етпекші. Құмырсқа бала шағаларына тамақ іздеп, бір нанның қиқымын тапқан соң өзі жемей, аузымен тістеп, қуанғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш балапандарына ұя істеуге шөп жиып жүр. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сені де Құдай тағала босқа жүруге жаратпаған. Жұмыс істеуге әдеттену керек, деді.